Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге 30 минутта дайын болатын балды тортты жасап көрсетемін. Өте жұмсақ болып шығады, сіздер де жасап көріңіздер. Ең бастысы, қамырды жайып әуре болмайсыз, сонымен қатар сулы будың үстінде ұстап тұрудың қажеті жоқ. Бұл жерде балдың сұйығырақ түрін пайдаланған тиімдірек болады. Құрамына керек заттардың мөлшерін әдеттегідей видео астына жазып кеттім. Ас содасын лимон шырынымен сөндіріп аламыз. Қамыр біркелкі болып, осылай әдемі болып түсу керек. Әрі қарай пергамент қағазын төсеп, міндетті түрде қызып тұрған пеште 3-5 минуттан пісіріп аласыз. Өзіңіз қалаған, өзіңізге ұнаған кремді пайдаланып, әрі қарай тортыңызды жинаймыз. Дайын болған тортты кремі толықтай сіңгенше 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Сіздермен болған Дана Әбдіманап, келесі рецептте кездескенше.